Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Жәнібек және Доптеп арнасы. Араға бірнеше уақыт салып сіздермен қауышқаныма өте қуаныштымын. Карантин, мектеп бітіру, ұлттық бірыңғай тест секілді жайттардың себебімен біздің арнада 2 айдан астам уақыт видео шыққан жоқ. Және бүгінгі біздің тақырыпта отандық команда Қайрат футбол клубының сенсациялық трансфері Вагнер Лавтың ауысымы жайында болмақ. Ал Вагнер Лав деген кім? Бірге қарап білейік. Доптеп. Вагнер Сильва Ди Соза немесе жай ғана Вагнер Лав 1984 жылы 11 маусымда Рио-де-Жанейро қаласында дүниеге келген. 8 жасында футбол мектебіне орналасып, ол жақта 2 жыл білім алады. 1997 жылы әйгілі теңіз саяхатшысы Васко де Гама атындағы клубтық мектеп сапына ілінсе, 16 жасында Палмерас командасымен алғашқы кәсіби келісімшартқа отырады. Вагнердің айтуы бойынша алғашқы матчтар оның көңілінен шықпады. Дегенмен 2002 жылғы маусымда 32 гол соғып, Сан-Паулу штатының үздік сұрмергеніне айналды. Ал келесі жылы Бразилиялық серия Б чемпионатында жалынды ойынымен көзге түсіп, тағы да сұрмергендер кестесінде көш бастады. Ұлттық құрама скауттары бразилиялықтың ойынын назардан тыс қалдырмаса керек. 2003 жылы Вагнер Лав Бразилия жастар құрама командасы сапына қосылып, Доминика мемлекетінде өткен Пан-Америка ойындарында өнер көрсетуге мүмкіндік алды. Ол бәсекеден де Вагнер мен оның командаласы құр қайтпай күміс жүлдеге ие болды. Бұл нәтижелер кәрі құрлықтың азулы командаларына маза бермеді. Олардың ойы тек Вагнер Лавты тез арада өз құрамына қосу еді. 2004 жылы ресми түрде Вагнер Лав мәскеулік ЦСКА сапына қосылды. Трансфер құны 6,2 миллион еуро. Вагнердің әскери сапында өткізген алғашқы дебюттік матчы УЕФА Чемпиондар Лигасының іріктеу кезеңдері аясында Бакулық Нефти командасына қарсы өткен еді. Ничего, уже тут все было на стороне, конечно, армейцев. Смотрим. И из-под ноги, по сути дела, он пробил, и вратарь ничего не мог поделать. Екінші таймда алаңға тыңнан қосылып, матчтың 72 минутында қақпаны дәл көздеді. Әрмен қарайда Вагнер ЦСКАның маңызды матчтарында топ жарып, біраз голдар соғып та үлгерді. Статистикалық мәліметтерге сәйкес, бразилиялық өз мансабындағы ең үлкен жетістіктерін ЦСКА сапында жеңген. Мәселен, 2005 жылғы Еуропа лигасының чемпионы, Ресей чемпионатының 3 мәрте жеңімпазы, 2007 жылы командаласы Жомен бірге ЦСКАның үздік сұрмергені. Кейінгі уақытта бразилиялық Палмерас, Фламенго, Шандун Лонен, Коринтианс, Монако, Алянаспор, Бешикташ сынды командаларда доп тепті. Тіпті 2010 және 2013 жылдары мәскеуліктер сапына кері оралып та үлгерді. Енді кезекте 2020 жылдың маусым-шілде айларында Вагнер Лав алматылық Қайрат сапына толыққанда ауыспақ. Alô galera, quero dizer para vocês que hoje assinei um contrato com o Kairat do Cazaquistão, um novo desafio na minha vida, na minha carreira. Estou muito feliz, muito contente e vou fazer de tudo para ajudar a equipe, para ajudar o time a conquistar os objetivos dessa temporada. Valeu? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e já estarei em campo desfrutando do meu futebol novamente. Abraço! Еуропа командаларына қарсы текетірестер мен ішкі ел чемпионатындағы кездесулерде Вагнердің өз тәжірибесімен бөлісіп, жаңа белестерді бағындыруда өз үлесін қосады деп кәміл сенеміз. Және алдағы матчтарда сәттілік тілейміз. Сіздермен бірге болған Доптеп жобасы. Арнаға тіркеліп, видеоларға лайк басып, қоңыраушаны шертуді ұмытып кетпеңіз. Кездескенше достар.